Қыздар, мына тортты жасап көріңіздер. Көп уақытыңызды алмайды. Балаларыңызға да сөзсіз ұнайды. Өте дәмді және көп уақытыңызды алмайды. Тез жасалынатын торттың бірі. Құрамының барлығын төменге жазып қалдырамын. Алдымен жұмыртқамызды қантпен бірге жақсылап көпіргенше миксерлеп алатын боламыз. Егер миксеріңіз болмаса, венчикпен де араластыруға болады. Неше граммның салу керектігін төменге қалдырамын, және тұз қосамыз кішкене. Осылай жақсылап көпіртіп миксерлеп аламыз. Достар, менің каналыма жазылмаған болсаңыз, жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Массамыз осылай ақ-көк болғанша көпіруі керек. Одан кейін үстіне разрыхитель, какао, ұнды үшеуін араластырып, бөліп салып, тағы да миксерлеп аламыз. Осындай масса болады. Тағы да қалған ұнды қостым, миксерледім. Жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Бұл торт өте оңай, 15 минутта жасалынады. Менде осындай таба, өзіңізде қандай таба бар, соны қолдана берсеңіз болады. Осылай массамызды табаға орналастырып алдым. 180 градусқа 15 минутқа пісіруге жібереміз. Енді кремін дайындаймыз. Кремі өте оңай. 100 грамм творожный сыр мен 300 грамм сливки қостым. Және 100 грамм қант ұнтағы, яғни сахарный пудраны қосып, жақсылап араластырып алдым. Біркелкі масса болғанша араластырамыз. Бұл қоспалардың барлығы қазір қолжетімді. Базарға барсаңыз, тек өлшеп алуға да болады керекті массаны. 15 минутта пісіп шықты. Енді үстін осылай вилкамен тесіп шықтым ыссы күйінде. Және оған ыссы күйінде сүт құямыз үстіне. Сүтті де ысытып аламыз. Барлығын құйып, тестіміз жұмсарғанша қойып қоямыз, суығанша. Бұл жерде жеміс қосуға да қоспауға. Мен үйде клубника мен бананды қостым. Қандай жеміс қоссаңыз да, ол өз қалауыңыз бойынша. Және үстіне жаңағы жасаған кремімді осылай жағып шықтым. Одан кейін буда Қазақстан шоколадын еттім, 180 грамм, және оны міндетті түрде сұйық маймен араластырып ертесіздер. Одан кейін өстіп үстіне жағып, түнге холодильникке қалдырдым. Негізі кешке қарай жасаңыз, түнімен кремінің барлығы күшті болып сіңіп тұрады. Таңертең осылай кесіп балаларыма ұсындым. Торт өте жұмсақ болып піскен. Әбден корждарының бәрі жұмсақ болған. Жасап көріңіздер, достар. Егер жасап жатсаңыз, мені белгілеуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Өнер Жетпісбайқызы. Өте оп-оңай жасалатын торттардың бірі. Дәмі деген енді жұмсақ болған ғой. Пісіріп көріңіздер.